Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабаққа қош келдіңдер. English Plus 6 сыныптың People's Book'тың 39 беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақ ұнаса видеоға лайк бас, тіркелмесең подписация басып, тіркеліп ал, келесі сабақтарды өткізіп алмас үшін. Сабақтың тақырыбы A description of a wildlife photo. Жабайы табиғат фотосуреттеріне сипаттама. I can write an article about an animal. Мен жануарлар туралы мақала жаза аламын. Red list animals, the orca. Қызыл тізім жануарлары орка. The animals in this photo are orcas or killer whales. Бұл суреттегі жануарлар оркалар немесе өлтіруші киттер. In fact, an orca is not a whale, but a type of dolphin. Факты бойынша, дейді, оркалар киттер емес, бірақ олар дельфиннің бір түріне жатады. Here they are swimming in a group near the shore. Мұнда бір топ болып жағаға жүзіп бара жатыр. Maybe they are hunting for seals. Мүмкін олар ит балықтарды аулайын деп жүр. Orcas live in all of the world's oceans. Оркалар әлемдегі барлық мұхиттарда өмір сүреді. They hunt and play in groups. Олар топ болып ойнайды және де аулайды. They are aggressive and they usually eat fish, squid, seals and turtles. Олар әдетте агрессивті және де олар әдетте не жейді? Балықтарды жейді. Ит балықтарды жейді, тасбақаларды жейді және де кальмар жейді екен. Females have one baby called a calf every 2 or 3 years. Ұрғашы оркалар 2-3 жылда балалы болады екен. Orcas are on the red list because they are in danger of becoming extinct. Оркалар қызыл тізімде, өйткені олар жойылып кету қаупі бар. Some orcas are in danger because there is pollution in the sea. Кейбір оркалар қауіпте, өйткені ол теңіздің ластануы. They also die in fishing nets. Сондай-ақ олар балық аулайтын сеткаларға да түсіп өледі. I think that it is important to protect these animals. Мен ойлаймын, бұл жануарларды қорғау маңызды. Exercise 1. Read the model text and answer the questions. Сұрақтарға жауап бер. Which paragraph describes the life and habitat of the orca, which describes a problem? Paragraph 2 describes the life and the habitat of the orca, which describes a problem. Paragraph 3 describes a problem. Екінші параграфта өмірі туралы айтылған, және де үшінші параграфта проблема туралы айтылған. Do orcas live in groups? Олар топ болып өмір сүреді ме? Я, топ болып өмір сүреді. Yes, they do. What do orcas eat? Оркалар не жейді? Orcas usually eat fish, squid, seals, turtles. How often do females have calves? Ұрғашы оркалар қанша уақытта төлдейді? Every 2 and 3 years. Why are they becoming extinct? Олар неге жойылып бара жатыр? They are becoming extinct because there is pollution in the sea and some of them die in fishing nets. Олар жойылып бара жатыр, себебі ол теңіздің ластануы және де кейбіреулері балық аулайтын сеткаларға түсіп өліп қалады. Exercise 2. Match sentences 1 and 6 with A and F. Combine the sentences using because. Сәйкестендіреміз және де because қолданып сөйлем жасаймыз. Orcas are in danger because there is pollution in the sea. Оркаларға қауіп төніп тұр, өйткені ол теңіздің ластануы. They are hunting because they are hungry. Олар аулап жүр, өйткені олардың қарны ашты. I don't swim because I don't like being in water. Мен суға түспеймін, өйткені суда болғанды ұнатпаймын. She's having a good time because she is at the aquarium. Оның уақыты жақсы өтіп жатыр, өйткені ол аквариумда. He's running because he's late. Ол жүгіріп бара жатыр, өйткені ол кешікті. They are hiding because they are scared.
Олар жасырынып қалды, жасырынып жатыр, сөйткені олар қорықты. Exercise 3. Match the key phrases A and D with paragraphs 1 and 3 in exercise 1. Төмендегі сөз тіркестер мәтіннің қай бөлімінде кездеседі, соны табуымыз қажет. Females have one baby, call it a calf. Every деген сөздер параграф 2-де. Екінші параграфта кездеседі. Workers live in параграф 2. Here they are. Олар мұнда деген бірінші параграфта кездеседі. Orcas are on red list because оркалар қызыл тізімде себебі параграф 3. The animals in this photo are. Бұл фотодағы жануарлар сөз тіркесі бірінші параграфта кездеседі екен. Exercise 4. Follow the steps in the writing guide. Төмендегі нұсқаулық бойынша өзіміз мақала жазатын боламыз. Бұл жерде төменде polar bears, полярный аюд берілген, сол туралы мақала жазасыңдар. Ол мақаламыз 3 параграфтан тұру керек. Introduction кіріспесі, life and habitat өмір сүру қасиеттері және problems проблемалары. Жаңағы орка туралы мәтін секілді жазасыңдар, және де төменде notes the polar bear қосымша ақпараттар берілген, сол ақпараттарды қолданасыңдар.